Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге күнделікті тағамдардан өзгешерек кисло-сладкий соуста маринадталған тауықтың төс етін жасап көрсетемін. Қажетті мөлшерін, көлемін барлығын описаниеде қалдырам. Тағамның атауының үстінен бассаңыздар, бүкіл қажетті ақпарат шығады. Яғни ең алдымен тауықтың төс етін жақсылап жуып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп 4 бұрышты бөліктерге бөліп, орташа турап аламыз. Тауық етін бөлек бір ыдысқа салып аламыз. Артынан сарымсақты турауымыз қажет. Мүмкіндігінше қолмен өздеріңіз осылай турап шыққандарыңыз дұрысырақ. Яғни сарымсақ езетінен не теркадан өткізудің қажеті жоқ. Айта кететін жағдай, сарымсақ бұл тағамда көп болмайды. Яғни тағамға ерекше дәм береді және піскен уақытта ащы дәмі мен иісі қалмайды. Сарымсақты турап болғаннан кейін тауық етін үстінен салып, үстінен 6 ас қасық соя сұйықтығын құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз да, бетін жауып жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Енді қазанға шамамен 2-3 ас қасық сұйық май құямыз да, артынан 2 ас қасық бал қосамыз. Бал толықтай еріп кеткенше тынымсыз қозғап, барлығын араластырып аламыз. Яғни май мен бал екеуі бірдей массаға айналу керек. Бастапқыда кішкене осылай көпіреді. Үстінен маринадталған тауық етін саламыз да, оны да тынымсыз қозғауымыз қажет болады. Яғни барлығы толықтай араласу керек. Қазанның астындағы отын баяулатамыз. Қақпағын жаппай, жиі қозғау арқылы осылай пісіріп аламыз. Дайын болғанда видеода көрсетілгендей қоймалжың әдемі массаға айналады. Мен қасына гарнирге күріш және де духовкада осылай көкөністерді пісіріп алдым. Тағам ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.